Армысыздар, құрметті көрермен. Сенбілік таңда балаларымызды қуантуға асығайық. Бүгінгі кейіпкерлеріміздің балаларға деген базарлығы ешқашан таусылған емес. Балалардың ерке қылықтары, албырттығы, зеректігі дейсіз бе? Бәрі ақын шығармашылығының алтын арқауы. Сөзімнен байқаған боларсыздар. Бүгін біз белгілі балалар ақыны Сұлтан Қалиев ағамыздың отбасындамыз. Эфирде сенбіліктен сіздермен бірге әдеттегідей мен Гүлмира Дайрабаева, бізбен бірге болыңыздар. Армысыздар. Сенбілік таңды өздеріңізбен қарсы алуға асықтық. Енді сенбі жексенбі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін деген тілектеміз. Ағайында әңгімемізді бастамас бұрын өз отбасыңызбен өзіңіз таныстырғаныңыз жөн болар. Бір көрген біліс, екі көрген таныс деп жатамыз ғой, сол айтпақшы. Енді отбасы мүшелерімен танысып алсақ, әңгімеміздің тиегі ағытылар деп ойлаймын. Менің оң жағымда отырған менің зайыбым. Иә. Әлия Еренбайқызы деген. Қанша жыл бірге өмір сүріп келе жатсыздар? 48 жыл. 48 жыл. 48 жыл өмір сүріп келе жатыр екенбіз. Бұл энциклопедияда қызмет жасаған, сол жерден кезінде пенсияға шыққан. Иә. Содан кейін бұл кісі енді машинканы керемет басатын. Менің көптеген шығармаларымды көмектесіп басып беріп жүрген бұрын баяғыда. Әлия апайдың қасындағы үлкен ұлыңыз Сауран. Сауран. Саураннан бұрын ана жақта келе алмай қалған қызым бар, тұңғышымыз. Сағира деген, ол нархозды бітірген, екі қызы бар деген сияқты күйеуімен тұрып жатыр. Кішігірім отбасы. Кішігірім отбасы. Қыздарын оқытып жатыр, бір қызы Лондоннан бітіріп келді оқуын. Бүгінгі әңгімені ортаншымыз Сауран. Сауран өте білімдар. Одан кейінгі Раушан. Раушан осы үйде өз слухы болды, мен байқадым. Байқадыңыз өнерін, сол өнерлі жолға өзіңіз бағыттап жібердіңіз. Сол қазір сол музыкалық салада ғой? Иә. Әрі қарайғы енді мына келінімізді таныстырайын. Әйгерім Дінмұхаммед Димашымыз баяғыдан сурет салуға құмар. Бұл да сіздің өнеріңіз, бір өнеріңіз. Әгерке, бұл да қыздар лицейінде, түрік лицейінде. Ылғи балаларға арнайсыз ба өлеңді жоқ, әлде жеңгейге де арнаған лирикалық сарындағы өлеңдеріңіз бар ма? Менің Рафаэль деген құрдасым бар. Иә. Ол Ниязбекті айтып отырмын. Иә. Ол әйелдің арна бір кітап шығарды. Мен әйеліме бір өлең арнамаппын осы уақытқа дейін. Мен лирика жазбаймын ғой. Иә. Мен сықақ жазсам. Иә. Сықақ жазып қоюым мүмкін мысалы. Олдайында арнау ғой бәрібір. Күлдіргі болса да. Ал енді балаларға мен өзі мектепте оқып жүрген кездің өзінен балаларды дұрыс көретін. Димаштың сол жағы менен төбелеспейді ешкімменен, бәрімен татып ойнайды деген сияқты. Ол жағы маған ұқсаған. Мен де сөйтетін, содан кейін педучилищеде әлгі оның алдында, педучилищеге түсердің алдында бір әпкейдің үйіне барамыз ғой. Сонда ол үйде жазушылар туралы кітап бар. Соны тауып алдым да оқимын, сөйтсем барлығы ол кезде пединститутты бітіргенде қазақ тілі мен әдебиеті факультеті. Мен енді өлең жазып жүргем, сондықтан мен жазушы болуым керек деп, әуел педучилищені бітіруім керек деп ойладым да соған түстім ғой бірінші. Одан зияны болған жоқ. Педагогика, психологияны бір рет оқыдым ол жерде. Содан кейін мектепке практикада барамыз. Содан кейін артынан мектепті бітіргеннен кейін мұғалім болдым. Мұғалім болғанда өте маған пайдалы болды. Балалардың психологиясын білуге. Содан кейін тіпті мынау Шу ауданында бір мектепте істеген сексеуілдің ортасында кішкентай ауыл, олар парад дегенді білмейді, телевизор жоқ өзі. Сонда жаңа парадпен жүргіздім балаларымды. 2 класты қосып оқыдым, 2-ші мен 4-ші. Жаңа балалардың қызықтары көп болды. Енді жаңа музыкамен әнді айтқызам, бірақ өзім би жөнінен мүлдем махруммын ғой, білмеймін. Әшейінде билей алмаймын ғой. Светит месяц дегенді, тағы басқа әндерді бидің несін мандалинмен салам, қыздар қайдан білетінін білмеймін, өз өтінше билерге үйренеді. Содан кейін 7 ноябрьге дейін бір күйді үйретіп қойдым балаларға, әке-шешелеріне кішкентай домбыра сатып бердім да. Кеңес күйі ең оңай күй ғой. Соны тартып шыққанда ауылдың барлығы
жаңағы ырза болып сөйтті ғой. Кейін әсіресе директорым риза болып сөйткен жағдай бар. Енді сонымен университетке түскеннен кейін, осыны бітіргенім сол журналистикаға түстім әуелі. Содан кейін оны тастап ауыстым филфакқа. Оның себебі анада жазушылық өнерді терең үйретеді, әдебиетті де, тілді терең үйретеді деп. Сөйтіп мен филфакты бітіріп жүрген, филфак болған қазақ тілі мен әдебиет факультеті. Яғни сіз кішкентай кезіңізде өзіңіздің болашағыңызды жоспарладыңыз. Иә. Сонда неше жаста сіз жазушы болатыныңызға сенімді болдыңыз? Ол 5-ші класста. 5-ші класста. 5-шіде, иә, 5-ші. 10-11 жаста сіз жазушы болам деген өзіңіздің жоспарыңыз болды. Оның да себебі болды. Себебі біздің армияда қайтыс болған әкеміздің, ағамыздың өкіл әкесі болды. Ағамыздың сол үйге келіп бір күні әңгімелеп отырды. Осы біздің Нұржамал не болады? Шайыр болады ау деймін деді. Шайырын қайдан білемін? Мен қойдың шайыр болатынын білем. Ол шайыр несі? Үсті басы шайыр болып кеткен бе? Соны Нұржамал деп ойлаймын ғой. Иә. Соны сөйлегеннен біраз сөйлегеннен кейін ақын деген баламасы екенін түсіндім. Иә. Содан біз 6 километр жерге екі ауылдың ортасында қатынап оқимыз ғой, қар бар, омбылап жүреміз қысты күні. Енді жаңағы әңгімені естігеннен кейін мен Нұржамалды бақылап жүрмін. Ол 2 жас үлкен менен, 7-шіде оқиды. Осы қалай ақын болады екен деп сөйтсем, бір күні келе жатсақ, топ бала бір темір табылып қалды жолда. Соны қосқылдап көтеріп, ол темірді, бұл нәрсені дейді, өкімет істеген дейді өкімет. Бұл нәрсені біздің қыздар аузына салып істеген дейді. Шылғай өтірік та, осы өлең бола ма? Бірақ ұйқасын есімде сақтап қалды, бір орын ауыстырса ұйқас болады екен ғой деп, мен де сол ауызша өлең шығара бастадым әуелі. Содан кейін жазуға көштім. Сөйтіп жазып кетті ғой. Ең бірінші жазған өлеңдеріңіз есіңізде ме? Омағай бақа деген өлеңім 59 жыл педучилищеде оқып жүргенде жазған. Одан бірнеше өлең жазып, жаңағы редакцияда 3 баламыз мектеп училищеде, педучилищеде. Ербаладан 3-міз, қалғанның бәрі қыздар. Сол 3-міз артында отырамыз ғой. Содан кейін жаңағы бір өлеңді жаздым да, ал енді мынаны қайтеміз, қайсың атынан жіберейін деймін ғой. Жақсылық деген жаңағы кластасымыз, ойым керек жоқ маған, Балабектің атынан жібер деп сөйтті. Балабегіміз түріктің баласы, ол кезде Әзербайжан болып жазылады. Мақұл деді, өзі келісім берді, мейлі жібере беріңдер деп қолын бір сілтеді. Сыртына жазып, Еңбек туы деген облыстық газетке жібердік қой. Содан сатып алдым, Үкейіп деген бала бар еді, бізден кейін оқитын. Ол қысқа хабарлар жазудың шебері, оқып тұратынбыз газеттен. Бір күні сол келді да, Балабек Файзуллаев деген кім деді? Біз одан жоғары оқимыз. Мен деді, Балабек. Ол қазір Түркияда. Сен өлең жазған екенсің, сол Өкім Жайлауов шақырып жатыр деді. Өкім Жайлауов ақын, облыстық газетте әдебиет бөлімін басқарады. Мен неге баруым керек? Жазған мынау деді, мені кінәлі сияқты. Иә. Қайдан білсін ар жағында марапат тұрған. Барсын өзі керек болса деді. Иә. Мақұл деп бардым редакцияға. Өкім Жайлауов отыр екен, бұрыннан сыртынан білетін. Иә. Сөйтіп келді, осындай деп жағдай түсіндім. Содан кейді маған. Иә. Өлең деген ойыншық емес, неге өз атыңнан жібермейсің деп. Бұның кейін барып мақтады, дұрыс екен деп. Сөйтіп жаңағы Жақсылық Сәтібеков деген ағаларымыз педучилищеде жүрген кезде Әлдихан Қалдыбаев барлығы неде істейтін радиода. Олар өлеңімді көріп, сөйтіп қанаттандық қой. Әсіресе мен сол кездерде газетті көп оқимын, Ленин жастырып оқимын. Жата жастан жаздырып аламын. Одан кейін Балдырған журналы шықты, Қазақстан пионерін оқимын, соған жазып тұрам. Ол шығып жатады. Өстіп әдебиетке келген жағдай бар. Иә, енді сізде сатиралық тақырып көп қой, барлығы балалардың өмірінен алынады. Енді қазір оңай шығар деп ойлаймын, көбінесе қасыңызда немерелеріңіз осыларды қылықтарына қарап тақырыптарда шығатын шығар. Ал жалпы сол кезде қалай болды? Сатиралық өлеңдер бар,
2 кітабы шықты одан өлеңінен. Иә. Ал бірінші кітабым университеттің соңғы курсында оқып жүргенде шықты. Тақырыптарын қалай таңдайсыз? Ойға түседі, бірінші жазған мысалдар жаздым. Иә. Мысалдар жаздым. Әдебиеттен Нұртазин ағамыз сабақ беретін, Темірғали Нұртазин профессор. Сол кісінің Бейсенбай Кенжебаев кәдімгі мысалдар жөнінде де оқытты. Содан кейін осы маған да ой түсті. Ол үшін бұны мысал жазу үшін жан-жануарды көп білім керек. Сөйтіп сондай нәрселерді оқи бастадық кітабы. Шыбын шіркей, мынау сөйтіп жаза бастадым. Күнде бір өлең, 2 күнде туады ой. Жаңағы өмірде болған оқиғаны шыбын шіркейге жаңа басқаларға ауыстырамын да сөйтіп мысал жазамын. Иә. Мысалын содан кейін баспаға беріп, баспа содан кейін оны кітап етіп шығарды. Сағи Жиенбаев менің редакторым болды. Ғафу Қайырбеков ағамыз ол редакцияны басқаратын, мақтап сөйтті ғой осылар. Сөйтіп алғашқы кітабым шықты. Сонда төменгі класста менің оқитындарым бір кітабы шыққан деп сыртымнан айтатын көрінеді. Иә. Алғашқы өлеңдерің жазылғанда ата-ана, туғандарыңыз қалай қуанды деп ойлайсыз? Туысқандарыма мен айтқанда жоқпын. Бұл құпия болды. Құпия болды. Мынаны жаздым деп. Неліктен қорықтыңыз ба немесе тұйық болдыңыз ба? Қорыққан жоқпын, мен мақтаншақ дегеннен қорқамын. Осы уақытқа дейін қазір. Яғни сіз мақтаншақ емессіз? Емеспін. Мақтанғым келмейді. Жаңа біреумен сәлемдескен кезде үлкен кісілермен қатты қысылатынымды айттым ғой. Иә. Ол неге ұяласыз? Сәлемдесуден? Сәлемдесуге ары қарай денсаулығын сұрап осы ас үстіне түсіп үлкен кісілердің сөйтіп жатады ғой. Менде ондай жоқ. Әйтеуір жасқанамда тұратын. Иә. Кейін мына президентпен кездескеннен кейін ашылды. Ашылғанда қызық болды ғой. Ол қай жылдары? Ол соңғы жылдары ашылған шығар? Жоқ, біраз жыл болып қалды одан бері. Онда мен Ұлан газетінде бас редактор болып істейтін. Яғни себеп сол президентпен кездесуден кейін сіз ашыла бастадыңыз? Иә, ол президент өйткені жаңағы біз ән жаздық. Бейбіт Әлденбаев екеумізге министрлік тапсырма берді. Дарынды балаларға арнап, кәдімгі айтатын ән жазу керек деді. Иә. Соларға арнап. Содан кейін Бейбіт маған айтты, сіз жазыңыз текстін, мен ән шығарайын. Иә. Мен тексті жазып Бейбітке бердім, Бейбіт ән шығарды. Әлденбаев. Содан кейін министрлікті қабылдап алғаннан кейін жаңағы алып бардық қой ана жерге. Дарынды балалар 2-3 күн ба, 5-6 күн бұрын келіп жатқан. Соған үйретіп қойды және ол әнді. Одан кейін еді дарынды балалармен кездесуде ол ән айтылды да. Елбасының қатысуымен дарынды балалар кездесті. Ән айтылды. Ән айтылды. Сіз қатыстыңыз? Мен қатыстым. Сонда енді қызық оқиға. Жаңағы мен делегация Павлодардан келген балалардың қасында отырғызды ғой. Мен әрқайсысы әр жерде бір жерінде Роза отыр, бір облыста тағы басқа кісілер Тұмағаң отыр деген сияқты. Иә. Сосын жаңағы отырғаннан кейін мен енді әрі Ұлан газетінде істесем, оның бас редактор болсам, президентімізді міндетті түрде құттықтауым беруім керек балаларға. Диктофоным бар, соны басып алуым бір уақытта істемей қалған. Ой, жаман ренжіп отырғам жаңа жерде. Иә. Содан бір уақытта, содан бір уақытта пресс-конференция өтті балаларменен. Олар өзінің сұрақтарын елбасыға қояды, елбасы жауап береді. Иә. Сөйтіп біреуі былай деп сұрақ қойды. Осы дарынды деп сонда кімдерді айтамыз деді. Сосын елбасы былай деп бастады. Жақында Әлібек Дінішев әнші ағаларың бар ғой. Сол Бразилияға барып қыдырып, серуендеп, сөйтіп барып қайтқан жоқ. Ол өз жерде халқымыздың әнін, музыкасын, мәдениетін көрсетіп қайтты. Мінекей дарынды деп осындай адамдарды айтамыз. Осында ақындар отыр. Тұманбай Молдағалиев, Фариза Оңғарсынова, Сұлтан Қалиев деді. Сол кезде менің жүрегім жарылып кете жаздады. Иә. Диктофоннан тұнжырап отырған, ренжіп отырған бәрі ұмыт болды. Одан кейін қанат тұтып қалды. Содан кейін бір уақытта Бейбіт ана жақта жүр ғой. Маған келді, министрліктің әзірлеген қатырма қағазға басылған ән текстін берді, жас түлектер жыры деген. Соның берді, қайдан алдым, ана кісі бар. Маған да алып бер дедім, басақ бір өк қалған екен, соны алдым қолыма.
Оның да қолында бар. Қарасам, президент ана делегациялармен кезек-кезек суретке түсіп, ең соңғысы бітіріп, орнынан тұрып жатыр екен. Нұрекең, Нұрағаң, президентіміз, елбасымыз қадірлі. Сосын кәдімгі менің жаңағы қуанышым бар, батылдық пайда болғаны бар. Қанаттанып кеттің ғой. Қанаттанып. Бейбіт қол жүр, мына немізге әннің текстіне автограф жаздырып алайық деді. Қолтаңба. Иә, қолтаңба. Сөйтіп едім, оңғайсыз ғой деп тартыншақтады, оған қоймай шап беріп қолынан ұстадым да сүйреп апарғандай апардым. Иә. Содан кейін Нұраға мына Бейбіт екеуміздің жазған жаңа орындалған ән еді. Қолтаңба қойып беріңізші дедім. Мен әкелдіп жазып тұрып, қолтаңбаны беріп тұрып, біраз әңгімелесіп қалдық сол жерде. Енді бұдан кейінгі жағдай менің өмірімде өзгешелік пайда болды. Мен бұрынғыдай кәдімгі тұйық емес, ашылып кеттім. Яғни сол бір кездесу сіздің өміріңізді мүлде өзгертті деп айта аламыз. Өзгертті. Содан кейін тіпті үлкен жазушылардың өзіне сәлемдеспек тұрмақ, еркелеп, әзілдесіп қоятын болды. Сөйтіп жүрмін. Яғни сіздің мынау әзіл, сықақ түрінде жазатын, сатиралық түрінде жазатын өлеңдеріңізге бір жақсы ықпал берді. Ықпал берді оғанда. Яғни сол кезде сіз неше жаста едіңіз? Ашылған кезіңіз? Онда беріде ғой. 20 жыл бұрын, егер 20-23 жыл бұрын болса, сіз бір 50-дегі шамаңыз. Сол шама. Яғни адам 50 жасында да ашылады екен. Солай ғой, тұйық мінезді адам мінекей бір кездесу, тарихи кездесу өміріңізді өзгертті. Яғни бұл жақсы құбылыстардың бірі. Солай ғой? Ал Әлия ханымды айтып жатырмыз ғой, өте өнерлі, ерекше дауысы бар, ерекше әні бар. Жалпы сол дауысқа қызығып таныстыңыз ба? Қалай ғашық болдыңыз? Өзі әнін тыңдаған жоқпын. Солай ма? Білмейсіз ба? Телевидениеде де істейді, радиода істейді. Иә. Мен де радиода істеймін. Иә. Содан білмейсіз, ән айтатын өнерін білмейсіз. Білмеймін. Содан бір күні көріп қалдым. Жақсы қыз ғой деп ойлап қойдым ішімде. Иә. Бұл қыз сабырлы екен. Содан бір екіншіде бір сөйлесіп қалдық сәл. Содан кейін мынадай бір қызық бар деп журнал әкеп бердім. Иә. Осыны оқып көрші деп. Сөйтіп танысып кеттік та. Сылтауратып бір нәрсені. Иә. Сылтау көп қой. Сөйтіп ақырында үйлендік қой. Иә. Ауылға барып той жасадық дегендей. Негізі Әлия апай айтып жатады ғой, осы біз үйленгенде түк жоқ еді, біз үйленгенде дастархан да, стөл де жоқ еді, коробка бізге дастархан болатын. Сіздерде де дәл солай болды ма? Бізде де солай болды. Бірақ енді біз ол қиыншылық туралы ешбір ойлаған жоқпыз. Иә. Бір-бірімізді жақсы көреміз. Махаббат, бір-бірімізді жақсы көреміз. Біз Сұлтан екеуміз үйленгенде менің шашым қысқа еді. Бұрын шашым ұзын болған. Бірақ сол кездің дәстүрі солай болды ма? Шашымды қиып тастағам. Сосын айттым, мүмкін сенің әке-шешеңе мен ұнамайтын шығармын, шашым кесілген. Алдымен рұқсат сұрайық, үлкен кісілер рұқсат беріп жатса, мені көрсін. Егер рұқсат берсе, сосын үйленейік деп. Сондағы бір кедергі шашыңыз қысқа. Шашым қысқа енді бұл кісі енді. Соны алдын ала сіз ойлап жүрсіз. Ауылдан келіп кеткен кісілер ойлайды ғой енді. Өзімді ауылдан шыққаннан кейін мүмкін ұнатпауы мүмкін деп. Сосын Сұлтанның әкесі жаңа бір туысқанын ертіп келіп, көріп мен айтыпты, бір ғана несі бар екен. Жаңағы шашы ғана қиылған екен, болмаса ұнады, үйлен деп рұқсат бергенге біз үйлендік. Сол атамыз өте бір жақсы адам болатын өзі. Мен қызындай көретін. Мен ата-аналарымен өте сыйласта болдым. Жаңағы келіп кетеді, біз алматылық. Ол кісілер ауылда, сол ауылдың тәрбиесіне қалай бейімделіп, сол кісілерден көп үйрендім. Енемнен көп үйрендім мен. Не үйрендіңіз? Ең бастысы? Енемнен ең үйренгенім жаңағы адамгершілігі. Жаңағы сосын біреудің сыртынан сөйлемейді. Ата-енеңізбен қанша жыл бірге тұрдыңыздар? Ол кісілермен біз бірге тұрмадық. Біз Алматыға келдік, бірақ ол кісілер жиі үйге келіп, 3 айлап, 2 айлап жатып кететін. Сол кезде жаңа енемді күтіп, санаторийларға апарып, суға түсіріп дегендей, шашын тарап дегендей, жақсылап күтіп сөйтетін енемді сондай. Мен жақсы көретін екеміз. Бір енемен келін сияқты болған жоқпыз. Екеміз түн бойы сырласып отыратынбыз, әңгімесін айтып маған. Сол кісіден көп нәрсе үйрендім. Яғни табиғаттарыңыз жақын болған ғой? Жақын болды, иә. Жұлдызы жақын деп жатады ғой. Жұлдызым жақын болды, иә. Ол енем кетеріне дейін менді жақсы көріп кетті, қайтыс болып кетті. Мен де сол енемді, атамды, қайтыс болып кеткен папамды жақсы көрдім.
жақсы туыстарыммен бәрімен жақсы қарым қатынастамын. Олар да маған алғаш кішкене үйреніңкіремеді, енді қаланың қызымын ғой. Иә. Бірте олар да мен жақсы көріп кетті. Қазір енді олармен жақсы сыйласамыз, келіп тұрады. Өте жақсы сыйластамыз. Жақсы қарым қатынастамыз. Енді ауылдың алтауыз деп жатамыз ғой, шынында да ауылды еске түсіріп жатырмыз, ата-енемізді еске түсіріп жатырмыз. Сол кездегі әндер есіңізде ме? Мысалы, қандай әндер жиі айтылатын еді? Ол кезде енді әндер көп қой, бірақ енді мен өзімнің жақсы көретін әнімді айтып берейін. Иә, отбасы. Қыздар, келіндеріңіз біле ме? Сізбен бірге қосылып айта ала ма? Қосылып айтам десе айтсын, бірақ білмеймін, мен бұлар айтам, айта алмаймын. Ал қандай бірақ өзімне туысқандар бас қосқанда мен енді осы қызғарағайды сұрап жатады. Даусымыз жетпей қалады. Сауранның дауысы жетпесе, енді білмеймін кімнің дауысы жетеді. Гитарамен ән салады. Сауранда, иә. Бұл да сіздерден дарыған. Не деген дарынды отбасы. Ал қандай ән айтамыз? Жаңағы көпшіліктің сүйіспеншілігіне айналған әнді айтамыз ғой. Иә, қызғарағайды айтайын. Туыстардың бәрі мені сұрап атады соны. Кімге арнаймыз бұл әнді? Мұны Әлия Бейсенова апайды көріп, сол риза болдым. Сол сөйлеген сөзіне, жүріс-тұрысына. Осы Шерхан Мұртазаның 50 жылды ғой деймін, ұмытпасам. Сол неге бардық, тойға бардық. Бірақ енді мен баламын ғой ол кезде. Қалай киіну білмеймін енді. Жай осы қарапайым киініп бардым. Біздің қасымызда жаңа кісі отырды. Әлия апай деп Сұлтан айтты, қысыл көйлегі бар, әдемі кісі екен. Сондай әдемі кісі екен, сол кісіге таң қалдым. Сол кісіні көргеннен кейін мен өзімнің киіміме қарап, өзімнің сырт келбетіме қарап, сол кісіден үйрендім десем болады. Мен осы әнді сол кісіге арнайын. Тамаша, қадірлі көрермендер, біздің эфирімізде қонақта болған Серік Қирабаевтың отбасы, жеңгеміз Әлия апай өзінің бір ерекше өмірлік тәжірибесімен бөліскен болатын. Мінекей, бүгінде сіздердің отбасыңызда қонақтамын. Яғни осы айтылатын ән сол Серік Қирабаев ағамыздың өмірлік гүлі Әлия апамыз. Әлия ханым, өзіңізге арналады. Мына әнді сізге тарту етеміз. Бүкіл қазақ халқының атынан. Әлияға еліктеген ғой. Иә. Ғылымда барағаның қыз қарағай, қыз баладай көркіне таңғаламыз. Ақ балтырлы ақайың арасында жалғыз өзі асқақтап тұр дарағай. Қыз қарағай, қыз қарағай, қыз қарағай, қыз қарағай. Өзім екен ағаның қыз қарағай. Ауылында барағаның қыз қарағай. Қызығамыз көркіне біз баладай. Аясынан жанына сая тауып, өзім екен ағаның қыз қарағай. Қыз қарағай, қыз қарағай, қыз қарағай, қыз қарағай. Өзім екен ағаның қыз қарағай, қыз қарағай. Тамаша. Маған айтпайсыз ба енді, маған айтпайсыз. Енді мен тыңдап отырып, мына дауысты неге көк сандықтың астына тығып отырсыздар деген сұрақ туындап отыр. Не деген әдемі дауыс. Жалпы, енді мына әке-шешелеріңіз араларыңызда, мен ойлаймын, ең үлкен қос бәйтерек қастарыңызда. Сол себептен ойлаймын, жалпы ата-анасы қастарында отырғанда, ата-анасынан көрген үлкен бір тәрбие бүгінде қандай тәрбие берілді деп баға берер едіңіздер? Сауран. Енді папаларымызға қарап біз енді сабырлық деген сөз. Сондай мәдениет. Жақсы тәрбие алдық қайда. Иә. Өмірде қажетті болып жатыр ғой. Алған тәрбиелеріңіз. Болып жатыр. Мысалға сіз шығарма жаза аласыз.
оның барлығын үйретті, иә? Жазуды. Жаза алады, бірақ жазбайды. Ана жұмыспен қол тимейді ау деп ойлап қоямын. Маған жазып береді бала. Маған жазып береді. Бұрын орысша өлең жазған. Сатира жазады. Сын түрінде ғой. Лирика емес, сатира жазады маған. Иә. Ұрсуға уақыт жоқ, сол себептен жазба түрінде келеді бәрі дейсіз ғой. Бірақ бұл Сауран өлең жазған орысша. Иә. Бірақ кейін сол жаңағы қызмет бабына байланысты студент болды, қол тимеді, тастап кетті. Иә. Мына Раушанымыз көп жылдар уақыт бойы өзі енді ішінде жатыр, жаңағы Шамши ағамыз айтқанда ішімнен жазам деп, өзінің жазғаннандай несі бар, өлең жазады өзі. Сосын композиторлыққа жаңа өзінің несі бар, әкесі сияқты журналға шыққан өлеңдері бар, композиторлығы, иә, таланты бар сондай. Тамаша. Жазып жүр, иә. Жалпы енді әкеңізді жақсы білеміз, кішкентай балаларға деген үлкен бір жол ашып беретіндей өнердің ғұламасының басында жүр. Ал енді өзіңізге мысалға Сұлтан Қалиев дегенде ең бірінші тұлғалық, әкелік қандай қасиет жақын? Мен папамды өте жақсы көрем. Папама қарап, мен папамды идеальный адам деп ойладым. 100%-ды. Иә, 100%-ды деп көрдім. Соған еліктесем деп, сондай папам сияқты адам болсам деп, мен соған тырыстым. Қаншалықты оны орындадыңыз бүгінде? 100%-ға жақынсыз ба? 80%. Пайыз болса, мен ойлаймын, әлі көп нәрсені папамнан әлі құсаған жоқпын, әлі талпыну керек деп ойлаймын. Әлі де жұмыс жасау керек. Иә. Себебі Сұлтан ағамыздың әлі күнге дейін тынымсыз жұмыс жасауы, ол нені білдіреді? Еңбекқорлықты білдіреді. Яғни сіз әлі сол сатының, өмірлік тәжірибенің жарты жолындасыз. Иә. Сәттілік деймін, мен ойлаймын, жалпы адамда кімге ұқсайтын бір алдында идеал болса, ол шатасып кетпейді жолдан. Яғни алда бір өзіңіздің мақсатыңыз бар. Сол мақсатқа жетуге біз де сәттілік тілейміз. Ал Димаш кімге ұқсағысы келеді екен? Барлығына. Барлығына кімге? Мағанда ма? Әр адамның өз плюстары бар дегендей. Иә. Сөйтіп әр отбасының бір плюстарын алып. Бір жақсылығынан өзіңізге жұқтырып алғыңыз келеді. Ол жақсылықтың ішінде не болу керек? Мейірмандық, Иә. еңбекқорлық, Иә. еңбекке талпыну, мақсатқа жету. Мысалға, енді қоғамда көп араласасыз, өзіңіздің құрбы достарыңызбен бірге. Өтірік айтып тұрған жігітті немесе қызды көрсеңіз, бетіне айта аласыз ба? Байқасаңыз. Немесе үндемей қоя саласыз ба? Ол сіздің досыңыз болмай ма? Содан кейін. Ол менің досым болады, бірақ айтсам ол ренжиді. Яғни сіз Айтамын. көңіліне қарайсыз. Иә. Бұл яғни мейірмандықтың бір беті. Көрдіңіз ғой, жаңа өзі айтқан жақсылықтың ішіне кіретін мейірмандық. Сіз жақсы адамдардың қатарындасыз. Болашақта кім боласыз? Мен болашақта банкир болғым келеді. Банк саласының қызметкері. Неге? Ақшаны жақсы көресіз бе? Жоқ, бастық жақсы көреді. Иә, мен бастық болуды жақсы көремін. Яғни сіз бірден банк саласына барып, бірден басшы боласыз. Жоқ, бірден басшы болу қиын болады. Негізі мен бірінші кішкентайдан бастап үлкенге дейін баруға тырысамын. Яғни кішкентай сатысынан бастап өз жолыңызбен сол басшылыққа келуге тырысасыз. Жалпы өтірік айтып көрдіңіз бе? Мен ба? Иә. Өтірік айтқан жоқпын, ұялам. Ұяласыз. Өтірік айтқанға шыдамаймын. Сіз ше, Әлихан? Жоқ, өтірік айтпаймын. Жаңағы маған немерем айтқан сол ғой. Өтірік айта білу керек, айтатын жерде деп. Мен өтірік айтқан жақсы көрмеймін. Кісінің сыртынан сөйлегенде жақсы көрмеймін сосын. Мен мына балаларымды адалдыққа тәрбиеледім. Мына Сұлтекең айтты, мен сен рухани жағынан тәрбиеле, мен материалды жағынан тәрбиелейін деп. Иә. Мен материалды жағынан осы үйдің қамтамасыз етіп, тамақтарын жасап, киімдерін жуып дегендей бәрін тазалап, ол менің мойнымда болды да, бұл кісі мен айттым, сіз рухани жағынан тәрбиелеңіз енді. Мен екі жағына бірдей жете алмаймын ғой деп. Әрі жұмысын басып берем, тағы қолым тимейді, тамақ іздейміз, тамақ жасаймыз, үйдің шаруасы бар дегенде. Сіз рухани жағынан, мен материалды жағынан балаларды қамтамасыз етейін деп. Бүкіл алып келген табысты сізге толығымен беріп отырды ғой? Береді. Өзіне сәл қалдырды ма? Оны енді өзі біле жаттар, енді бұл кісі енді... Білмейсіз ба сіз оны? Оны біле бермеймін енді. Қалдырған шығар енді.
қалдыратын да болу 48 жылдың ішінде мүмкін емес қалдырмау. Бұл кісі енді курорттарға, санаторияларға көп бар, соған қалдырған шығар деп Иә, ойлаймын. қалай тиінсіз барады ол жаққа. Дұрыс қой. Ең алғашқы еңбек жолдарыңыз мұғалімдіктен басталды. Жалпы сіз қай пәннен сабақ бердіңіз? Мен универсал болып кеттім. Мен сізді таңғалып отыр бағандан бері. Мына не педагогиканы бітіріп шығуға мұғалім болып бардым ғой. Иә. Ол кезде ол жерде бір ауыл сексеуілдің арасында балалар аз комплект. Сондықтан 2 класты қосып берді бастауыш класты. 2-ші класс пен 4-ші класты. Мына жақ 4-ші. Яғни сіз бастауыш класстан бастадыңыз. Бастауыш класстан бастадым. Бірақ жаңағы немді кішкене өнерім бар. Класс бұрышын қатырып салған сурет, анау жасаған директорым байқады да, алдында оқу басталғанша маған черченияны берді. Күніге сурет сабағын берді. 52 сом ақша алуым керек қой. Жалпы Қыруар ақша тапқан екенсіз ғой, иә? Иә. Сонда мұның бәрін берген кезде 81 сом ақша Ол алатынмын. кәдімгідей көп ақша еді. Көп ақша. Өйткені мұнда емтихан тапсыруға келген кезде квартираға да бәріне де менің 1 айлығым жетіп артылды. Иә. Көптеген шетелдік ақындардың өлеңдерін, әңгімелерін қазақша сөйлетіпсіз. Ал өз өлеңдеріңіз қандай тілдерге аударылды? Орысшаға аударылған, қырғызшаға аударылған кітап шыққан. Иә. Қырғыз тілінде, яғни орыс тілінде. Орыс тілінде. Сонан кейін басқа тілдерге де аударылды. Эстон тілі, белорус тілі, украин тілі, грузин, қарақалпақ, жалпы одақтағы өзбек деген сияқты. Көп. Балалар әдебиетінің бүгінгі ахуалы қандай жалпы? Жаныңыз аши ма? Бүгінгі әрине жаным ашиды. Өйткені баяғыда бір кезде балалар жазушыларын, балалар ақындарын, үлкен ақындарын мойындамайтын, ой, олар тақпақ жазатындар деп. Соны жонға келтірген Мұзафар Әлімбай ағамыз. Иә. Ол кісі тапсырма береді. Иә. Сен мынаған өзінің қатарластары ғой, үлкен болса сіздер сөйлейді. Біздің балдырғанға мынадай нәрсе жазып беріңізші деп тапсырады. Содан кейін олар қиналады. Қиналғанда керемет. Ол балалардың лексикондағы сөздің бәрін қолдана бермейді, ол өзінің аяда ғана лексикондағы сөзді пайдаланбаса балалар түсінбейді. Сондықтан жазғанда өңдеуіне тура келеді, оны мойындайды. Мынау Хамит Ерғалиев ағамыз балаларға жазды, Ғафу Қайырбеков ағамыз, сол сияқты көптеген ақындар көп болмаса да там-тұмдап балаларға жазды. Бүгінде ақсап жетпей жатқан осындай бір ахуалдар жайлы қандай мәселе сізді ойландырады? Кейін жалпы дұрыс қарайтын болып еді, мынау ақша жетпейтін кезде қазір кітап шығару мәселесі қиын болып жатыр балалар. Мен Османхан ағамыздың тойы болды, юбилей. Сонда 4 томдығы шықты. Жамбыл ауданының орталығында өтті, Ұзынағашта. Сонда бізге сөз берген кезде мен былай дедім, мынау орыстың ақын жазушылар болсын, басқалар болсын, болашақты ойлайды. Тіпті анау Крылов, ол мысалымен болса, 2-1-де Толстой, Чехов, осылардың бәрінде үлкендерге жазғанмен балаға да жазды. Ал біздің мынау Османхан ағамыз болса қазір классик, сатирик, классик деп отырмыз. Классик, сатирик деп отырмыз. Ал енді осы дұрыс, бірақ балаларға жазғаны осы уақытқа дейін елемей жатсыздар. Сыйлықты алғаш алғаны өзінің кітабына, Қағаз қалпақ деген кітабына сыйлық алған, жазушылар одағының сыйлығы. Османхан ағамыз балаларға жазатындар былай қойғанда, үлкендер кішкене жазса да, классиктер, олар халқымыздың болашағын ойлаған болып есептеледі. Болашағын ойламаған бүгінгі жазушыларды халықты бүгін тәрбиелеу керек, дұрыс. Болашақты неге ойламаймыз? Дедім ғой, қуаттады сол жерде тұрғанда. Ұлықбекті көрсетіп қойды, мен Ұлықбек өте жақсы ақын, классик деуге болады қазірдің өзінде. Ал бұл балаларға да жазған деп. Сол сияқты жаңағы балаларға несіне көзқарастары осы уақытқа дейін дұрыс емес көп. Орыстарда алатын болсақ, балалар әдебиетінде
балалар жазушы ақындарына көбісіне мемлекеттік сыйлықты берген. Тіпті еңбек ері атақтағанда Михалковтар алды. Соның барлығы енді Агния Барто, Корней Чуковский, солардың бәрі балаларға жазылды. Олардың атақтары бар. Агния Бартоның өзі де иммигрант. Францияға кеткенмен, ол өзі орыс өкілі, сол жақта жаза бастады. Оны енді мысалға бүгінде енді білмеймін, Ақерке білем екен Агния Бартоның шығармаларын. Мысалға, мен ойлаймын, негізі нағыз қыздардың білетін жазбалар деп ойлаймын, сол себептен болашақта. Иә. Осылардың бәрін аудардым мен. Иә. Ана Михалковтың мысалы дядя Степаға деген бір кітап қылып. Қазақша сөйлеттіңіз. Қазақша сөйлеттім. Осы сонда айтайын деген көп елдерде балалар жазушыларын, ақындарын құрметтейді, кітаптарын шығарады, кеңінен таратады. Сұлтан ағаның тағы бір ерекшелігі сурет салу екен. Сол себептен сол сурет жағындағы әңгімені біз мына жақтағы шеберханада әдемілеп тұрып әңгімені жалғастырамыз. Эфирде сенбілік таң. Қадірлі көрермендер, жайғас орындасыңыздар. Сіздермен бірге мен, Гүлмира Дайрабаева. Қадірлі көрермендер, уәде бергендей, біз шеберханадамыз. Сұлтан ағамыздың шеберханасы бай екен. Шында да енді қарап отырсам, мінеке Мұқағали ағамыздың портреті салынған. Бұл жерде негізі портреттік жұмыстар өте көп. Оның ішінде өз қолының, өз қолтаңбасы, солай ғой, иә? Мен едім деп Мұқағали ағамыз 1 маусым 74 жыл деп қолтаңбасын қойған екен. Шында да бұл тарих қой. Енді бұндай бейнелерді қарап отырым, портрет деген өте көп. Мысалға, мынауда Әсет ағамыздың өз қолтаңбасы, қараңыздар. 73 жыл Әсет ағамыз Сұлтанға көп рахмет деп жазыпты. Тамаша. Енді ойлап отырмын, бұл жерде жоқ, тұлға жоқ емес шығар, барлығы жеткілікті, неке жыртылып кеткендерде дүниелер бар. Өткен енді 30-40 жылдан бері сақталған дүниелер ғой. Ал кімнің суретін сала алмадым деп өкінесіз? Осының ішінде ме? Иә. Кім жоқ? Бауыржанды да салдым, бірақ толық салған жоқпын. Бауыржан Момышұлы. Жалпы енді Бауыржан Момышұлынан талай адам қаймыққан ғой. Қалай батылдығыңыз жетті? Съезде салған ғой. Съезд қай жылдары? Мен қазір өзім тауып көрейін. Қызмет Абдуллин. Міне, Бауыржан аға. Дұрыс таптым ғой. Қай жыл? Бұл енді қай жыл екенін ұмытып қалдым. Съезд, жазушылар одағының съезі болған. Иә. Аяғына дейін салған жоқпын, басын ғана салып қойдым ғой. Көрсетіп те үлгермедіңіз? Жоқ, өзіне көрсеткен емеспін. Өзінде 3 рет мен әңгімелескен жайым бар, бірақ Қызмет Абдуллин деген ұйғырдың жазушысы. Дихан Әбілов ағамыз міне. Иә. Съезде салынған сурет. Мынау Әбдіжәміл Нұрпейісов ағамыз. Өте дұрыс. Мінеке, шында да ұқсайды, негізі портреттік жұмыс ең күрделі жұмыстардың бірі деп есептеледі. Маған қарап, менің портретімді салуға дайынсыз ба бүгінде? Салуға тез салмай, біраз отырып салуға болады. Егер есте сақтасаңыз? Есте сақтасам ба, ол қиын. Негізі қарап отырып салу керек. Мен қарап саламын, тек қана. Яғни бейне алдыңызда болу керек. Иә. Шынайылығы сол кезде байқалады ғой. Ал Сұлтан ағаның бір ерекшелігі, жаңа ғана көрермендерімізге айтып отырмыз ғой, сурет салады екен. Тіпті бұның ішіндегі ең күрделісі портреттік суреттер. Шәмшіні олай салдым да, өзіне қарап отырып. Кейін мынаны өзінше шар жасаған түрім. Шәмші Қалдаяқ. Шәмші Қалдаяқ. Мынау әшейін пародия жасағаным ғой. Шәмші Қалдаяқ, Нұрсұлтан Әлімқұлов қайықта деген өлең шығарған. Қайықта өлеңіне шарш түрінде. Мінеке, қадірлі көрермендер, дәл осы бір әдемі өнерде біз бүгін эксклюзив ретінде сіздерге көрсетуге тырыстық. Бұл енді альбомдардың құны өте ерекше деп ойлаймын, өйткені құнды дүниелердің бірі. Себебі шынайы осы бейнелердің барлығы көз алдыңызда болған. Содан осы ақ қағазға түскен бейнелер. Шынайы бұл біздің классик мэтрларымыздың қатарындағы тұлғалар. Әрине, біз осы құнды дүниелерді бүгін көрермендерге көрсетіп жатырмыз. Болашақта бұның жалпы оқырмандарға, көрермендерге, осы суретке қызығушылық танытатын көрермендерге осыны көруге бір мүмкіндік туындаса деген пікір бар. Қалай қарайсыз оған? Дұрыс, болашақта шығарсам ба деген ойым бар, әрқайсысына өлеңмен жазып шығарып. Ол қай кезде болады? Жоспарыңыз қандай? Жоспар әзірше емес. Әзірше емес. Басқа жұмыстар көп болып жатыр да.
Соларды аяқтағаннан кейін міндетті түрде көрерменге уәде бересіз, бұны да көруге, танысуға мүмкіндік бересіз. Хобби деп есептеймін ғой бұны енді. Тамаша хобби. Мінекей Сұлтан ағамыздың хобби ерекше, сол себептен сурет салу өнері, мен ойлаймын, әрбір адамның жүрегінде бар. Бірақ бұл ерекше дарын, портрет салу, мен ойлаймын, тарихымыздың бір жақсы беттерінің бірі. Ендеше біз әңгімемізді қонақжай қонақ үйінде жалғастырайық. Ол жақта отбасы күтіп отыр. Әңгімеміз қызыға түседі деп ойлаймын. Баршаларыңызды қонақ үйге шақырамын. Сенбілік таң эфирде. ажырап кетті жол неден білмейсің оны өткенні кезінде білгің келмеген кеудемде ізгой қалдырған жан едің енді не деймін шықпасаң шықпа алдымнан мен саған өкпелемеймін шықпасаң шықпа алдымнан мен саған сен соны іштей ұғына көрсетпей маған жасыңды тек менің адалдығыма кеткенсің үйе басыңды жан едің енді не деймін шықпасаң шықпа алдымнан мен саған өкпелемеймін кеудемде ізгой қалдырған жан едің енді не деймін шықпасаң шықпа алдымнан мен саған өкпелемеймін шықпасаң шықпа алдымнан мен саған өкпелемеймін мен саған өкпелемеймін мен саған Батыр бабамыз кешіксең де зиян, асықпасаң да зиян деген екен кезінде. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздердің отбасыларыңызда кешігу бұл қалыптасқан дүние ме, немесе бұл сіздерге зиян дүние ме? Бұл мен өзім жиналысқа да кешігіп баратын адаммын. Солай дәл тауыппын ғой. Баяғыда қызық болып, Мырзатай ағамыз
неде министрлер кеңесінде істейді ғой. Сонда бүкіл бас редакторлар жинады ғой. Сосын мен де енді уақытында жетем деп сағатыма қарап қойдым. Бірақ жаңадан құрылып жатқан кез білмейді екен, президенттің қазіргі Алматы қаласының әкімшілігі бар ғой. Сол жерде ғой деп ойладым да соған келмеймін ба? Ол жерде емес екен масқара болғанда. Соған қайтадан ана жерде деп ол жақта нұсқа бергеннен келдім ғой, кешіктім мен. Иә. Есікті қашан басталды дедім, біраз болып қалды деді алдында. Соны ашып кіріп едім. Содан кейін басымды изедім да, мына жағында бос орын бар екен, ешкім ештеңе деген жоқ. Бос орынға жақтаудағы терезенің алдына соған отырдым. Содан кейін барып, артынан жаңағы сәлемдесіп, сөйтіп, ешкім ештеңе деген жоқ, кешіріп қойды енді. Иә. Мырзекең деп. Яғни сіз көп кешігетін адамдардың қатарындасыз. Қатарында. Себебі неде? Ой үстінде жүремді, бірдеңе түртіп ала қояйын деп, сонымен кешігіп қаламын жазып. Иә. Немесе жаңағы әйтеуір үлгерем ғой деп отырамын да, үлгермей қалам. Иә. Не деді, әдет болып қалған, әлгі жазушылар одағында тобын шақырған ғой, жиналуға. Соған мен де барсам, кешігіп қаппын. Міне келді, өзі келді деп, Қабдеш Жұмәділов те басқалар да бар. Иә. Сөйтсек, осы медаль беріп жатыр екен, мен де ұсынылған екен. Медальға да кешігіп кеппін ғой. Сонда сіздің әріптестеріңіз де, жазушылар да барлық сіздің кешігіп келетіңізді біледі, мойындайды. Яғни келет, бірақ кешігіп келеді. Жастық кезіңізде де сол осы қасиет болды ма? Қыздармен кездесуге кешігіп барып жүрдіңіз ба? Мен ғана киноға шақырған, мен айтайын енді. Сіз тұрдыңыз ба, күтіп қалдыңыз ба көп? Бұл кісі мені екеуміз радиода, қазақ радиосында қызмет істеп жүрміз, сол кезде мені киноға шақырды. Үйленіп алғаннан кейін. Сосын мен Алатау кинотеатрының алдында тұрмын, 1 сағат өтті, 2 сағат өтті. Мен ойлаймын, мына кісі менен бұрын кіріп, өзі көріп отыр екен. Мен күтейін енді деп. Кино бітуге жақын дейсіз ғой. Жақын, ана адамдар шығып жатыр, соны қарап тұрмын, қашан Сұлтан осының ішінен шығар екен деп. Иә. Жоқ, үйге келіп, етсем үйде отыр. Маған айтады, сен қайда жүрсің? Мен айтам, сен мені киноға шақырдың ғой. Ой, мен ұмытып кеттім ғой. Сондай ұмытшақтығы бар. Жоқ, сізде не деген шыдамдылық? Оның барлығы 2 сағат күтіп шыққан адамдарды, бұл махаббат та шыдамдылық. Қазірде киімдер дайындап. Қалай кешірім сұрадыңыз деген бір сұрақ туындайды да? 2 сағат күткен әйеліңізге сен қайда жүрсің деген сұрақ қоюға бола ма? Иә, сондай. Ол қайда жүрсің деп қойдың ба сұрақ? Мен есіктен кірсем, сен қайда жүрсің дейді. Мен айттым, сен мен киноға шақырдың қойсам, ой, ұмытып кеттім ғой дейді. Ал енді сен одан кейін шақырмайтын болды. Содан кейін киноға барған емеспіз. Осы әңгімеден кейін ертең жексенбі киноға шақырыңызшы. Көрермендер бір таң қалсын. Али апайды әдемілеп тұрып, гүлді беріп, киноға шақырып, өзіңіз кешікпей. Мына Құнанбай қажы. Уәде бересіз ғой? Уәде берем. Бүгінде өмірлік тәжірибелеріңіз өте көп, сол себептен бүгінде осы 21 ғасырда күні кеше ғана мүмкін отбасын құрған жастарға айтар тілектеріңіз. Осы махаббатты сақтаудың ең басты құпиясы неде және отбасының бақытының кілті неде деген сұраққа және біздің жас отбасы мүшелеріне қандай кеңес бересіздер? Мына қазақта мақал бар ғой, кең болсаң кем болмайсың дейді. Иә. Сонда мына пейіліміздің кеңдігі керек әр семьяға. Одан кейін күдік деген бәледен арылу керек. Күдік деген үлкен жау. Бұл енді отбасы тәрбиенің қайнар көзі дейді ғой. Иә. Бәрі отбасынан басталады. Жаңа сен бүйтпе, сөйтпе деудің керек жоқ. Адам өзінің жүрген тұрыс-тұрысымен, сөйлеген сөзімен ақ балаларға тәрбие бола алады. Мысалы, мен келінім, келінім шешесі. Қыздармен енді келінім ажырасып кетіп жатады ғой енді. Ондайға ол айтты маған, айтты, Әлия, саған бердім, Әйгерімді шешесі сенсің деді. Келіп араласып, болмаса араға от салып, мысалы, содан басталады ғой бәріға. Сен менің сөйтсе, сен сөйт деген сияқты әңгіме айтып, жаңа ажырасудың көп болады сондықтан. Менің айтарым сол ата-аналары араларына түспесе екен деймін. Түспей, қайта қызына сен әкешеңді, сол сенің әкешісің, сен соны сыйла, үлкендердің алдында зетті бол, кішіпейіл бол деп жаңағыдай ақыл кеңесін айтса, келіндер бара бермейді, енесін сыйлайды.
келінім менің алдымды кесіп өткен емес. Сұлтан екеуміз келе жатсақ, алдымызға жол береді. Мысалы, біз өзімізде солай болдық. Енемізді көріп, көрді мен қалай енем сыйлайтын. Сол сияқты Айгерім де біздің алдымызды кесіп өтпейді. Ашықтыға бар болғаныменен, жаңағы ешқашан үлкеннің алдын кесіп өтпейді, кішіпейіл. Сосын ата енен сыйлауды біледі. Қайда барсақ та екеуміз әңгімелесіп, жаңағы Саура мамама, папама ананы апер, мынаны апер дегенде алып барып, керектімізді алып беріп сөйтіп жатады. Дастарханды жасаған осы Айгерім бәрін айтты, Айка осылай келеді екен деп едім. Сіздер айтсаңыздар болды ғой деді, міне жүгіріп, түне құсын 4 бөліп, мына пирогын пісіріп, қасын асып дегенде. Мен айта кетейін, қадірлі көріңдер, мына таңертеңгілік дастархан. Бұл мынау сағат мінеки 10-ның шамасы дәл осы дастархан жайылып тұр. Яғни бұл таңғы 5-те жайылған дастархан деп ойлаймын. Түнімен жаңа сіз айтқандай осы дайындалған. Шында да мен ойлаймын, келіннің ең жоғары бағасы мінеки Айгерім осының өзінің ата-анасына деген құрметі. Ендеше мінеки 1 сағаттың қалай өтіп кеткенін байқаған жоқпыз, қадірлі көрермендер, себебі көптеген қызықты естеліктер, қызықты әңгімелер, өмірден алған тәжірибе, мінеки балаларымен, немерелерімен бірге осындай үлкен отбасы болам деушілерге әрине осындай отбасылардан үлгі алуға әрине болады. Ендеше сіздер осы мемлекетіміздің, еліміздің бетке ұстар, мақтан тұтар, үздік отбасыларының қатарындасыздар. Сіздердің қастарыңызда әрдайым махаббат пен бақыт бірге болсын. Сіздер бақытты болуға лайықсыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлмира Дайрабаева. Келесі сенбіде амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Махаббатым сағым болды алыстап, еміс-еміс еске келер қалысқап, ой түбіне батып кетем кей кезде, ұшқым келеді көк аспанда шарықтап. Самғар едім, емін еркін бір жола, қанат қаққан ең әдемі құстардай, жүрегім менің өшпес сөнбес шырға толы, сезінемін көкке тағы ұшқандай. Жаным менің барар едім өзіңмен айға да ұшып, мәпелеймін мөлдір жырым сені мәңгі, доп-домалақ сүйкімді жерді құшып, ай үстінде арнар едім саған әнді. Жырым менің тоқтаусыз ағыла бер сарқылмастан, қымбатсың маған жарқыраған асыл тастан. Махаббатты жырлаған ұлы адамдар өмір сүріп келеді ғасыр астам. Шегі жоқ махаббаттың бұл өмірде, жасай берер ұласып мыңдаған жыл. Сені іздеп сағынған нәзік жанды, жүрекпен сүй, мәңгілік бақытты қыл. Шын махаббат қаласаң жанға дәрі, кете алмайсың оны тастап ұзап әрі. Бойыңдағы тулаған ыстық сезім, сол жаным махаббаттың нағыз мәні.
Қажая берекеге ертеңгі сенем Сереміз ыстығы суығы қатар Жаным аяздай батар Ғажайып ертеңге ертеңгі сенем Бақытқа бастайтын жол бар Арманым жетелер алға Ғажайып ертеңге ертеңгі сенем Сенемін ыстығы суығы қатар Жаныма аяздай батар Ғажайып ертеңге ертеңгі сенем